Уважаемые участники конкурса, слушатели мастер-класса, мы рады вас конкурс приветствовать на қатысушылары, очередном сіздердің мастер-классе в баршаңызды рамках конкурса осы «Digital Startup мастер-класста көргенімізге қуаныштымыз. Яғни Сегодня у Digital нас Startup Алматы мастер-класс байқауы проводится аясында по өткізілетін білім теме беру «Цифровое повествование, Digital Storytelling». цифрлық баяндау Мастер-класс у тақырыбында нас осы сегодня мастер-классты будет өткізетін боламыз, және представлять біздің Назгуль мастер-классымызды Кожабек, Назгуль филолог, Кожабек, редактор, филолог, медиатренер редактор Медианет. және Она сегодня вам Медианеттің тренері. деталях Бүгінгі расскажет. күні ол сіздерге барлығын Деталях расскажет, что такое түрде digital storytelling, как его Digital составлять, как storytelling его дегеніміз не, оны қалай құрау разрабатывать. керек, және оны Также вы қалай можете әзірлеу использовать керек, осы digital мәселелерді storytelling в түсіндіріп рамках өтеді, своего және сіздер разработанного мультимедийного лонгрида. өздеріңіздің Назгуль әзірлеген Кожабек, яғни вы здесь, вы меня жұмыстарыңыз бойынша слышите? қарауларыңызға болады, көрулеріңізге болады. Назгүл Қожабек, Можете сіз осында подключаться, пожалуйста, и начинать проводить свой иә, мастер-класс. сіз Рахмет. өзіңіз қосылып бастауыңызға болады. Барыңызға кеш жарық деймін. Digital ұстаз Алматы байқау аясында өткізіліп жатқан білім беру интенсивтеріне қош келдіңіздер. Бүгін кезекті сабақ storytelling және digital storytelling, онлайн storytelling дейміз, мультимедиалық storytelling дейміз. Ең алдымен storytelling жөнінде енді бір нәрсені ескертіп айта кеткім келіп тұр. Біреуіңіз бұл технологиялардың бәрін қолданып жүрген болуыңыз мүмкін, қолданып жүрсеңіздер, ал менің бағытым дұрыс екен деп ескерерсіздер. Қолданбасаңыздар, мынау бір жаңа нәрсе екен деп үйренерсіздер. Біреуге жаңа емес, бірақ қазіргі қолданып жүрген инструменттерді және қазіргі қолданыстағы осы технологияның қандай да бір аспекттерін сіздерге көрсетуге тырысайын. Бұл сіздердің осы байқау аясындағы жұмыстарыңызға қажет болуы мүмкін, пайдалы болуы мүмкін, және бұларды қазір балаларға жоба жасатқанда және өздеріңіз сол сабақтарыңызға қандай да бір мультимедиалық технологияларды қоса кіргізгіңіз келгенде қолдануға болатын дүниелер. Ең алдымен digital ұстаз байқауы жөнінде ролик. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Алматы қаласының әкімдігі Нұрсұлтан Назарбаевтың білім беру қоры және Эдкран Digital ұстаз Алматы жүлдесі үшін педагогтардың бірінші қалалық байқауысына цифрлық технологияның кең мүмкіндіктерін ашып, әр оқушының өзін-өзі таныту үшін сыныпта жаңа білім беру ортасын құратын кез келді. Барлық қатысушылар конкурстық тапсырманы орындамас бұрын білім беру интенсивінен өтетін елдегі алғашқы байқау. Тақырыптары мен өткізу формалары, цифрлық құралдарды қолдану арқылы білім берудің заманауи трендтерін және педагогтардың икемді дағдыларын дамытуға бағалған. Байқауға қатысу үшін сайта электронды тіркеуден өтіп, сауалнаманы толтырыңыз. Өтінімдерді қабылдау 25 тамызда 1 қазанға дейін жүзеге асырылады. Байқаудың финалы 2021 жылдың желтоқсан айында Хабар және Алматы ТВ телеарналарында тікелей эфирде өтеді. Digital ұстаз Алматы технологияларды жақындастырып, оқушыларға ынта беру. Барлық ақпараты байқаудың ресми сайтына және әлеуметтік желілердегі аккаунттардан таба аласыз. Байқаудың бас серіктесі Алматы кітап баспасы. Байқауға тіркелмесеңіздер, сайтына кіріп тіркеліп, ал тіркеу жөнінде қандай да бір сұрақтарыңыз туындаса, қазір үйлестірушілер чатқа номер жазады, сол номерлермен және басқа да бір байланыс арналарын көрсетеді, солар бойынша хабарласып, тіркелудегі қиындықтар және қандай да бір өздеріңізге қызық болатын сұрақтар бойынша жауап ала аласыздар. Ал енді storytelling дегенді айтқанда, ең алдымен біздің экран көрінбей қалса, немесе дауыс естілмей қалса, мүмкіндігінше айтып отырсаңыздар, чатқа жазып отырсаңыздар, және үйлестірушілер маған белгі беріп отырсаңыздар. Storytelling бұл мұғалімдердің шынына келгенде басты қаруы. Біз storytellingті, мен медиа тренер болғандықтан, біз storytellingті көбінесе медиа жағынан қандай да бір оқиғаны баяндап беру, қандай да бір оқиғаның себебін түсіндіру, және ол оқиғаның салдарын көрсету, оқырманға әсер ету, аудиторияға әсер ету, эмоция тұрғысынан әсер ету үшін қолданамыз көбінесе. Ал шындап келгенде storytelling ол мұғалімдердің басты қаруы. Өйткені біз балаларға, оқушыларға қандай да бір нәрсені фактілермен тақ-тақ дегізіп түсіндіргеннен гөрі, оларға оны бір сюжетке сыйғызып берсек, қандай да бір эмоциялық әсер туғызатын түрде баяндап берсек, оқушылардың есінде жақсырақ сақталатынын білеміз.
окуучулар оған ол окуйгага кандай да бир жаңалыкка, кандай да бир такырыпка, кандай да маселеге окуучулардын эмпатиясы оянса, әсіресе кичкентай бала кезде, жас өспүрүм кезинде ол онун эсинде жакшыраак сакталатынын және ол onun кызыгуучулугун көбүрөөк туудуратынын билебиз. Сондуктан сторителлинг мугалимдин басты кароо дер едим. Эми мультимедиага көчөрдөн мурун сторителлингти кандай жагдайда калай колданууга болот, оны эмне үчүн колданабыз, оны сторителлингтин негизги сюжеттери осы убакка чейин колданылып келе жаткан медиадагы немесе башка да бир салалардагы сол жөнүндө аз кем айтып кетсек, сторителлингтин міндети ол кандай да бир жагдайда, мисалы кәсип орундарда көбүнесе қазір сторителлинг өте жакшы колданылады. Кәсип орундарда әсіресе кауіпсіздік техникасын түшүндүргөндө тренерлар, коучтар оны сторителлинг форматына айналдырып айтсаңдар, кызметкерлер де кандай да бир башка адамдар оны жакшыраак түшүнөт дейт. Ошондуктан мектептерде кауіпсіздік шаралары жөнүндө, кауіпсіздік техникасы жөнүндө айткан кезде, оны биз сторителлинг форматына айналдырып айтсак, балалардын эсинде жакшыраак калат және оларга эмоциялык әсери күчтүүрөөк болот. Әлдененин тарихын баяндау, бул да сторителлинг. Жакшы менен жамандын айырмасын көрсөтүү, өзүбүз билетин эжелден келе жаткан аңыз афсаналар, ертегилер, мифтер, кандай да бир әңгіменің бәрі шын мәнінде ол сторителлинг, мотивация тудыруу. Окуучуларда әсіресе мотивация тудыруу үчүн әңгімені әріден бастап кейде айтуға тура келетін кездер болады, және ол оларға көбірек әсер етеді. Қандай балаға өзіміз білеміз, оқушыға әсіресе, ой, мынаны сен істеме, бұл жаман десең, ол баланың қарсылығын тудырады, өйткені оның жасы сондай әр нәрсеге қарсы. Ал егер оны қандай да бір сюжетке салып, оның қандай да бір сторителлингке айналдырып, оны әңгімеге айналдырып айтып берсе, ол балаға басқаша әсер ететін. Оқушылармен араңыздағы қарым-қатынас, байланысты жандандыру. Жай ғана сабақ түсіндіріп, сабақ сұрайтын мұғалім ғана емес, балалармен әңгімелесе алатын, оларға эмоциялық әсер тудыратын әңгімелер айтып бере алатын ұстаз бен балалардың қарым-қатынасы жақсырақ болатынын бәріміз білеміз. Және сабақ үстінде назарын аударту, балалардың көңілін өзіңізге қарату, көңілін бөлдіру. Осы жағынан сторителлинг деген форматты көбіміз қолданамыз, әсіресе сабақта. Бағана басында айтқанымдай, сторителлинг мұғалімнің басты қаруы. Сондықтан бұл менің айтып отырғаным, ол жай тек қана кіріспе ретінде ол сіздерге осы нәрсені баяндап беру. Енді оқиға баянының формуласы, сторителлинг туралы жазылған кітап көп, сторителлингті үйрететін, сторителлинг бойынша оқытатын оқу орындары, қазір курстар бәрі көп. Және сторителлингтің қазір формуласы жазылған, және қарап отырсақ, ол сторителлингтің формуласы біздің бала кезімізден естіп келе жатқан ертегілеріміз. Баяғы өткен заманда біреу болыпты, ол күнделікті күнде бір мысалы тіршілігін жасап жүреді. Күндердің күні бір оқиға болады, содан ол оқиғадан бір қандай да бір тағы басқа оқиғалар өрбиді, сөйтіп бірде және бұл жерде шешімі немесе тағы басқа бір сол оқиғаның салдарынан болатын. Енді осыны кез келген өзіміз білетін ертегінің фабуласына, ертегінің сюжетіне салып көрсек, кез келген бір әдеби шығарманың, кез келген фильмнің, кез келген спектакль, пьесаның сюжетін осы формулаға салып көрсек, тура келеді, тура осы жолмен жүретінін түсінеміз, және көп өзіміздің айтатын әңгімемізде айтатын бір оқиғаны баяндап берген, тіпті жаңалық сюжеттерінің өзі осы формуламен жазылатынын байқаймыз. Мысал үшін айтсақ, мысалы баяғыда бір бай бопты, 4 түлігі сай бопты, бір перзентке зар бопты, күндердің күні бәйбішесі босанып ұл табады, содан ол өседі, содан бір күні еліне жау шабады, содан ол баласы ұлы жауға қарсы соғысады, одан жеңеді, келеді деген сияқты. Осының бәрі сторителлингтің формуласына кез келген оқиғаны салуға болатынын көрсетеді. Ал ол сторителлингтің жалпы қазір
құрамдас бөліктері қандай, олда не болу керек, оның құрамында не болады, және қандай сюжеттері бар екенін ары қарай айтамын. Сторителлинг неге керек дегенге тағы да бір оралсақ, ойыңызды жеткізгіңіз келгенде, оқушылардың назарын аударып, көңілін көтеру керек болғанда, айтқаныңыз оқушылардың есінде қалсын десеңіз, және күрделі нәрселер түсіндіргенде, әсіресе күрделі нәрселер түсіндіргенде, оның құрамында бір осы сторителлингтің кішкентай бір детальдары болса, ол жақсырақ шығады және баланың есіне жақсырақ қалады. Ыңғайсыз сұраққа жауап беру керек болғанда, әсіресе бұл мұғалімнің құпия қаруы десек болады, мысалы, ыңғайсыз сұрақ қойылған жерде шағын әңгіме айтып жіберу, немесе сол сұрақтың жауабын кішкентай бір сюжетке айналдырып айтып беру. Және адамды сендіру керек болғанда, адамды бір нәрсеге сендіру, нандыру керек болғанда, бұл әсіресе өте тиімді құрал саналады. Бәріміздің есімізде шығар, енді араларыңызда физика пәнінің мұғалімдері болса, әсіресе сіздер білесіздер, ал басқа саланың мұғалімдері бәріміздің есімізде кішкентай физикадан жердің тартылыс заңы, Ньютонның заңдарын айтқан кезде, міндетті түрде ағаштың түбінде отырғанда Ньютонның басына алма құлап кетіпті, содан алма түсіпті, содан ол жердің тартылыс заңын ашыпты деген, мысалы, кішкентай ғана әңгіме, кішкентай ғана бір сюжет, бірақ осының өзінде бағанағы алдында көрсеткен формулаға салсаңыздар, осының өзі таза сторителлинг. Және бұл бәріміз енді мектепте оқыған кезде есімізде осы заңдар, Ньютонның заңдары, жердің тартылыс күші, тартылыс заңы бәрі жақсы есімізде қалған. Және әсіресе мысалы өз басым физикадан Ньютонның бірінші және екінші заңдары ғана есімде қалған, өйткені оларды физика мұғалімі бізге Ньютонның бірінші заңы, қазақтың жел соқпаса шөптің басы қимылдайтмайды деген мәтелін білдіреді. Жаңағы тыныштық күйдегі бір затқа басқа бірдеңе келіп әсер етпесе, ол дене тыныштық күйінде қала береді дегенді бізге физика мұғалімі жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды деп осылай әзілдеп үйрететін. Ал екінші заңын тас түскен жеріне ауыр деп үйретті. Мысалы, неше жыл өтсе де, қанша жыл өтсе де, физикадан мүлдем басқа салада қызмет атқарып, тіпті физикаға шұқайына сорпасы қосылмайтын жерде жүрсем де, бірақ осы екі заң менің есімде, өйткені маған ұстазым оны осындай бір тәсілмен жеткізді, және физикадан басқа ештеңе есімде жоқ, бірақ осы екі нәрсе мен есімде қалған. Сондықтан мынау осы бір кішкентай дүние ұстаздар сторителлингті үнемі қолданып келе жатыр. Оның сторителлинг деген не нәрсе екенін, қазіргі бір сәнді тренд екенін білместен кезінде қай заманда да мұғалімдер, ұстаздар осы сторителлингке жүгініп келе жатқан, және жүгіне бересіздер. Ол ешкім үйретпесе де, ешкім айтпаса да, ол сіздердің жұмыстарыңыздың бір бөлігі, ол кәдімгі баламен қарым-қатынас, оқушылармен қарым-қатынас жасаудың бір бөлігі осы сторителлинг. Сторителлингнің басты шарты сторителлингде кейіпкер болады. Өйткені бағанадан бері айтып отырғанда оқушыларға эмоция, оқушылар деп айтамыз, біз медиа тренингтерде аудитория дейміз, сіздерге де аудитория деп айтсам, оқушылар екенін түсінетін шығарсыздар. Аудиторияға эмоциялық жағынан әсер етіп, оқырманның эмпатиясын туғызу үшін сторителлингте міндетті түрде кейіпкер болады. Өйткені бағанағыдан формулаға қарасаңыздар, оқиғаның бәрі көбінесе кейіпкердің айналасында өрбиді, және сторителлинг бастан аяқ кейіпкер өзгеріп, кейіпкердің қандайда бір әрекеттеріне байланысты болады бәрі. Аудитория міндетті түрде кейіпкерге жаны ашуы керек, бәлкім жек көріп кетуде мүмкін, бірақ ең бастысы аудитория кейіпкерге бей-жай немқұрайлы қарамауы керек, равнодушный болмауы керек дегендей. Сондықтан бастысы кейіпкер болады, және аудиторияның назарын аударып,
автор тудырған әлемге жетелеу. Егер бұл сіз қандай да бір әңгімені баяндап беріп тұрсаңыз, немесе шын мәнінде болған оқиғаны айтып беріп тұрсаңыз, сіз сол оқиғаны жазған, жаңағы әңгімені жазған, немесе оқиғаны айтып берген автордың әлеміне жетелейсіз баланы. Ал кейде сіз өз ойыңыздан шығарып әңгіме айтып беруіңіз де мүмкін. Сонда барынша оқушыларды сол өзіңіз тудырған әлемге, сол кейіпкердің айналасындағы әлемге жетелеуге тырысасыз. Бұл да сторителлингтің басты шарты. Бірақ ол кейіпкер адам болуы міндетті емес. Ол зат болуы мүмкін. Ол қандай да бір әсіресе біз кішкентай мектепке дейінгі бастауыш сыныптағы оқушыларға түсіндіргенде көбінесе ол адам емес, қандай да бір заттар, қандай да бір ойдан шығарылған кейіпкерлер болады. Мысалы, балаларға арналған мультфильмдердің өзін қарасақ, оның бәрінде кейіпкер адам ғана емес, басқа да бір дүниелер болуы мүмкін. Және ол адам емес екен деп, мысалы, кішкентай бала ол мультфильмдерді көрмей қойған жоқ. Сондықтан ол адам емес екеніне ол ештеңе байланысты емес. Бір секунд мүмкіндік берсеңіздер маған. Кешірім сұраймын, Так, қаш кетті ма? Кейіпкер ең бастысы. Сторителлингте кейіпкер болуы керек десек, ең бастысы кейіпкердің белсенділігі. Кейіпкер инертный емес, кейіпкер неактивный емес, кейіпкер белсенді, кейіпкер әрекет жасайды, кейіпкер конфликтный ситуацияға түсуі мүмкін, кейіпкер қандай да бір өсу жолында болуы мүмкін. Бірақ ең бастысы 3 фактор. Кейіпкерге қатысты 3 фактор бар. Ол мақсат, кедергі, өзгеріс. Кейіпкер оқиғаның басында әлденені мақсат етеді. Сол мақсатқа жету жолында кейіпкер қандай да бір кедергілерден өтеді, кедергілерді еңсеруге тура келеді. Және осы кедергілерден өтіп мақсатқа жету жолында кейіпкер міндетті түрде өзгереді. Кейіпкер өзгеріссіз қалмайды. Және осы жолдың бәрінде мақсатқа жету жолында кейіпкерді мотивация жетелеп отырады. Қандай мотивация ол кейіпкерде? Өз өмірін жақсарту, басқаның өмірін жақсарту, әлемді жақсарту, әсіресе оқушыларға, аудиторияға айналасын жақсырақ ету жолында бір әрекет жасаған кейіпкерлердің әңгімесі, кейіпкерлердің басынан өткен оқиғалар өте қатты әсер етеді. Қандай да бір жағдайда. Қазіргі егер мотивациялық кітаптарды, әсіресе мотивациялық кітаптарды қазір байқасаңыздар, оқып жүрген болсаңыздар, Карнеги болсын, Маурер болсын, Кови болсын, қандай да бір мотивациялық мазмұндағы кітаптардың бәрінде айтылатын әңгіме бағанағы сторителлингтің формуласына салуға келеді, және осы мына факторлардың бәрі бар ол жерде. Кез келген мотивациялық, естеріңізге түсіріп көрсеңіздер, қазір мысалы, Хал Элрод болсын, Кови, Карнеги, бәрінің де айтылатын қандай да бір адамның басында қандай да бір проблема болады. Ол сол проблеманы шешу жолында ізденеді, қандай да бір технологияларды меңгереді, қандай да бір өмірін өзгертетін қадамдар жасай бастайды. Сол жолда оған алдынан кедергілер шығады. Міндетті түрде бір қиындықтар, мысалы, таңертең ерте тұра бастау керек болса, ол таңертең ерте тұра алмай қалады, немесе түнде бір оқиғалар болады деген сияқты. Бірақ ақыр аяғында кейіпкер бәрібір өзгереді, өзінің өмір салтын өзгертеді, өзінің әдеттерін өзгертеді, дағдыларын өзгертеді, бір жаңа нәрселерді үйренеді.
жаңа алдына тағы мақсат қояды, жаңа адамдармен кездеседі, жұмысын ауыстырады, басқа қалаға көшіп кетеді. Осының бәрінде кейіпкерді жетелейтін мотивация. Ол кейіпкердің басты мотивациясы ол өмірін өзгерткісі келеді. Ол бір жаңалық жасағысы келеді өмірінде, ол бір басқа нәрсе істегісі келеді. Осының бәрінде кейіпкерді мотивация жетелейді. Осы мотивацияның нәтижесінде осы жаңағы кейіпкердің белсенділігі, кейіпкердің өзгерісінің нәтижесінде кейіпкер егер мақсатына жете алса, ол әлемді өзгертеді. Өзінің де айналасындағылардың да өмірін жақсыға өзгертеді. Немесе кейіпкер кері кетеді де ештеңе өзгермейді. Мұның бәрін осы нәрсе кейіпкердің әрекеті және кейіпкердің осы өзгеруге және әлемді өзгертуге деген мотивациясы қай пәнде болмасын, қай салада болмасын, қандай да бір оқиғаның, қандай да бір жаңалықтың, қандай да бір жаңа нәрсенің өзегінде жатқан осы. Кездейсоқ ашқан жаңалықтар болмаса, өздеріңіз қазір кез келген бір пән саласын алып қарасақ, кез келген жерде бәрібір кейіпкер, қандай да бір ғалым міндетті түрде бір нәрсенің жауабын тапқысы келеді, өйткені проблема бар. Медицина саласындағы ғалымдар болсын, технология саласындағы ғалымдар болсын, жаңа материктерді ашқан кезіндегі саяхатшылар географиядан, қандай да бір үлкен соғыстарда жеңіске жеткен қолбасшылар, қандай да бір елдерді дамуға жетелеген билеушілер, патшалар, корольдар, бәрінің мотивациясы болды. Бәрінің алдына қойған мақсаты болды. Бәрінің сол мақсатқа жету жолында әрекеті болды. Сол әрекетке алдынан шыққан кедергілер болды, тосқауылдар болды. Солармен күрес болды. Ақыр аяғында ол соғыста жеңді, не жеңілді. Король өзінің елін үлкен даму жолына түсір алды, немесе түсір алмады, ақырында өзі эшафотта өлді, немесе орнынан түсіп қалды деген сияқты. Кез келген президенттің әрекеті, кез келген бағана айттық, медицинада, технологияда, мысалы компьютерларды ойлап тапқан бәрінің, егер жаңалықтардың, ғылымдағы жаңалықтардың бәрінің процесін қарап отырсаңыздар, бәрін осы сторителлинг форматына сыйғызып, және осы формуласына келтіріп, және осы кейіпкер мотивация факторларын ескере отырып, бәрінің әңгімесін, оқиғасын баяндап айтып беруге болады. Сторителлинг баяндағанда ең бастысы, қандай зерттеуші болса да, қандай кітаптан айтсақ та, қай жағынан келіп қарасаң да, сторителлингтің, мына жерге қояйын, қалай қойсам болады. Сторителлингтің қандай да бір баяндағанда, біз оны 3 актілі драматургия құрылымына бағындырып баяндаймыз. Кейіпкер кім? Бірінші актіде осы 3 актілі драматургия құрылымы, бұны әсіресе қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушылары, мұғалімдері жақсы біледі. Пьесалар талдағанда, қандай да бір көркем әдеби шығармалар талдағанда, біз осы нәрсе алдымыздан шығады, біз оның бәрін білеміз, сюжеттің бәрі, композиция бәрі осыған бағынатынын білеміз. Яғни ол бірінші акті басталуы. Кейіпкер кім, қандай, бағанағы естеріңізде болса, басында айтқан, баяғыда бір бай бопты, төрт түлігі сай бопты, қазіргі жағдайы қандай, бір перзентке зар бопты. Мінезі проблемалы, жомарт, немесе ол шық бермес шығайбай, сараң бай, және сол сәтте оқиғаға бастау болатын бір нәрсе болады. Жаңағы әйелі бәйбішесі ұл тапты, немесе тағы ауылына жау шапты, немесе тағы біреуге ғашық болып қалды, немесе бір ғылыми тұрғыдан айтқанда, мысалы, ол саяхатқа шығып кетті, және
еліне жау шапты, басқа бір елді жаулап алғысы келді, немесе экономикалық жағынан, мысалы, географиядан айтсақ, ол елінде экономикалық кризис басталды, немесе кәсіпкерлер туралы айтсақ, тағы да бір басқа кәсіпорнын кеңейткісі келді, немесе оның кәсіпорнына қауіп төндіретін бір нәрсе болды, банкрот болды, елде кризис болды, коронавирус кеп қалды, пандемия басталып кетті деген сияқты бір оқиға болады. Бұл сол үш актінің біріншісі басталуы. Екінші актіде конфликт желісінің дамуын көрсетеміз. Кейіпкер мақсат жолына түседі, жанына үңіледі, өзгереді, қателерін мойындайды, немесе тіпті мойындамайды, және оларды түзетуді үйренеді. Осы кезде сол кейіпкерге қарсы бір анти-кейіпкер пайда болады. Ол жаңағы оның алдынан шығатын проблемалар, оның алдынан шығатын кедергілер, оның мақсатқа жету жолына бөгет болатын тосқауылдар, оның сол мақсатын іске асыруға кедергі жасайтын басқа бір адамдар, мысалы, тарихта соғыстар туралы айтса, ол қарсылас тарап, жау жағы, корольдар, мысалы, тарихтағы басқа бір оқиғалар туралы айтсақ, міндетті түрде осы кейіпкерге бір қарсы тұратын факторлар болады. Тіпті саяхатшылардың адасып кетіп, ашық мұхитта адасып кетіп, бара жатқан жолынан жаңылып, басқа бір материкті ашқаны сияқты жағдайлар осы сторителлинг барысында, осы екінші актіде конфликт желісінің дамуы барысында көрінеді, және осы жерде дамиды. Және үшінші акт ол шешімі. Әдебиетшілер біледі, кульминациясы болады, одан кейін оның шешімі біледі. Кейіпкерлер, бұл жерде кейіпкердің белсенділігі азаяды, оқиға шешіміне тақайды, жақындайды, кульминация болады. Шырқау шегі оқиғаның не ары кететін, не бері кететін. Саяхатшы адасып кетіп, жолынан жаңылып, басқа бір материктің жағасына барып қалды. Енді ол не істейді сол жерде, жол айрықта тұрып қалды. Бұны қателескенін мойындап кері кете ме, немесе ол осы жерде басқа бір материкті аштым деп, ары қарай осы материкті игере бастай ма? Немесе шешімі ашық қалуы да мүмкін. Бұл әсіресе оқушылармен, аудиториямен қарым-қатынас жасағанда осы шешімін ашық қалдыратын үшінші акт әсіресе әсерлі болады, өйткені ол кері байланыс алуға мүмкіндік береді. Кері байланыс алу, және оны біз оқушылардың, аудиторияны сол шешімін өзіне қалдырып, ал енді айта қойыңдар дегенде. Осы жерде әсіресе шығармашылық потенциал көп ашылады, коммуникация жақсы жүреді. Осындай үш актілі құрылымға біз негізгі сюжеттерді саламыз. Үш актілі құрылымға және бағанағы айтылған жақсы сторителлингтің формуласына біз енді сюжет әкелеміз. Негізінен әлемдегі әдебиетте о бастан әлемде мифтер, аңыздар күйінде пайда болған, ауыз әдебиеті күйінде пайда болған әдебиетті зерттей келе ғалымдар бір жерде 32, бір жерде 36 дейді. Сюжет фабула желісін жасап шығарған, ол өте көп. Ол жаңағы махаббат, сатқындық, ата-анасының махаббаты, ата-анасынан айырылу, тағы сондай сияқты көп адамның қандай да бір психологиялық мотивтеріне сүйене отырып, адамдар арасында қарым-қатынастың мотивтеріне сүйене отырып, әдебиетке арқау болған осы 32-36 сюжетті жасап шығарған. Ал біз сәл бір азырақ нұсқасын қолданамыз. Ол мына Вашингтон университетінің профессоры Мэтью Джокерстің жасаған 6 баяндау формасы. Олар осы күрделі сюжеттер құрастыруға негіз болатын архетиптердің 6 түрін анықтапты. Мыңдаған романның мәтініне талдау жасай отырып. Сонда ол осы 6-тауын экранда көріп отырған жоқтан барға, кейіпкердің жағдайы жақсарады. Кәдімгі Золушканың ертегісі, бардан жоққа кейіпкердің жағдайы нашарлайды, трагедияға ұшырайды ол.
икар деп атапты, өрлеу, жоғары көтерілу, бірақ артынан құлау. Яғни бағанағы айтылған кейіпкер сәтсіздікке ұшырау, ешқандай да өзгеріске жете алмай, жеңіледі, өлуі де мүмкін. Эдип, құлау, көтерілу, қайта құлау. Яғни оның өмірінде зигзаг. Бұндай жағдайда көбінесе осы Эдип деген архетипте, осы композициялық жағынан бағанағы үшінші актіде оқиғаның шешімі ашық қалады. Золушка дейді, Золушканы аудармадым, күлбике дейді, күлбикеш дейді, өздеріңіз қалай қолданып жүргендеріңізге қарай. Ол көтерілу, құлау, қайта көтерілу. Керісінше мына Эдиптікіден керісінше, бірақ осы Золушкада оқиғаның шешімі ашық қалмайды. Көбінесе бұл жерде оқиғаның шешімі болады. Жили они долго и счастливо деген көбінесе. Және тығырыққа тірелген адам. Тығырыққа тірелген адамда ол жерде көбінесе құлау, көтерілу дейміз. Ол оқиға басталғанда тығырыққа тірелген адам үлкен бір проблеманың құрсауында жүреді. Сол үлкен проблемасын шешу жолында ол басын тауға да, тасқа да соғады. Ақырында тағы да шешімі ашық қалуы мүмкін бұл сюжеттің, бұл архетиптің, немесе шешімі әртүрлі болуы мүмкін. Бұл жерде ешқандай бір осылай болады деген формула жоқ. Және тағы да бір зерттеуші Кристофер Букер сюжеттердің 7 негізгі сюжет, біз оқиғаны неге баяндаймыз деген кітабында 7 негізгі архетип сюжетті баяндапты. Ол жаңағы айтылған 6 архетиппен сәйкес келеді. Кей тұстары оны жоқтан бар деп атаған, бағанағы Золушкамыздың оқиғасы шытырман, приключение. Ары-бері дейді, туда и обратно, және комедия, трагедия, қайтату, возрождение, қайта жаңғыру, қайта жандану, қандай да бір жерден феникс сияқты күлден қайта туу деген сияқты бір жоқ болып кетіп, әбден құлдырап бара жатқан нәрсенің қайта көтерілу сияқты, және құбыжықты жеңу. Бұл осы дүние жүзіндегі қандай да бір әңгіменің, тіпті екі адамның арасындағы бір жай ғана әңгіме, енді тіпті өсек дейікші, осы өсектің болса да, өсек әңгіме болса да, оның осы кез келген, осы архетиптің кез келген біреуіне, осы 7 архетиптің кез келген біреуіне соны сәйкес келтіруге болады, соған жатқызуға болады. Және біз сабақта баяндайтын, аудиторияға баяндайтын, жаңалықтарды айтып беретін сюжеттердің әңгімелердің бәрін осылардың біріне жатқызуға болады дейді. Осыларға сәл үңілсек, мысалы, жоқтан бар деген архетип сюжетте ол кейіпкер қарапайым адам, бірақ бойында бір ерекше қасиеті бар, бірақ оны ешкім білмейді. Және немесе күнделікті тұрмыстағы заттың ерекше қасиетін білу, ашу тану. Бұл архетипті бәріміз әсіресе химиядағы, физикадағы жаңалықтардың, ғылыми жаңалықтар қалай ашылғаны, олардың ашылуына не себеп болған, әсіресе кездейсоқ ашылған ғылыми жаңалықтарды айтқанда біз осы сюжетке жүгінеміз. Оны әрине біз ол жерде классификация жасамаймыз, біз осы сюжет бойынша, архетип бойынша айтып жатырмыз деп, бірақ сол әңгіменің бәрі, және сол кітаптарды да жазылған, оқулықтарды да ғылыми дәлелденген өмірде болған фактілер, бірақ оларды осы архетипке жатқызуға болады. Мына суретті рентген аппараты кездейсоқ, рентген сәулелерінің аппараты деп кешіріңіздер, рентген сәулелерінің кездейсоқ ашылуы бейнеленген сурет. Бұл осы мына жоқтан бар кездейсоқ бір тұрмыстағы заттың басқаша бір қасиетін біліп қалу деген сюжетке жатады. Шытырман, приключение, бұл енді бір белгілі бір мақсатты көздеп жолға шыққан адамның оқиғасы. Ең алдымен ойымызға оралатын, біз географияда, дүниежүзі тарихында, Қазақстан тарихында, тарихы пәндерінде
басқа да бір жаратылыс тану пәндерінде айтатын әңгімелердің көбі осы шытырман деген сюжеттік архетипке келеді. Ол бір нәрсені іздеп, бір нәрсеге жету үшін сапарға шыққан адам. Ол сапарға шығды, ол жолында кедергілер болды, ол кедергілерден өтті, оның мотивациясы бар, мен ана жаққа жетуім керек. Ол сауда сапары болсын, қандай да бір жаңа жерлер ашу, жаңа мекендер табу, немесе бір жорықтар, соғыс сапары, крест жорықтары, мұсылмандардың қарсы жорықтары, әлемді жаулап алу фактілерінің, оқиғаларының бәрі осы баяндағанда, оның бәрі осы архетипке жатады. Өзіміз білетін таза бір классикалық мысал ретінде Асан Қайғы туралы өзіміз көп айтатын, көп білетін аңызды, ертегі дейміз, аңыз жырлар, осы Асан Қайғыны мысал қылуға болады. Әдейілеп жер ұйықты іздеп шықты, таба алмады, жер ұйықты, анда барды ол жер ұйық емес, мұнда барды ол жер ұйық емес. Ертегілерде көбінесе кейіпкер бір нәрсені бүлдіріп қояды да үйінен қашады, үйінен кетеді. Ол әйтеуір бір жаққа барам, сол жақта жақсы өмір сүрем деп, мысалы, жолға шығады, жолында неше түрлі оқиғалар болады. Ежелгі грек мифологиясына, мысалы, әсіресе Ясон мен аргонавтардың сапары, жаңағы алтын қойдың жүнін, терісін іздеп кеткен кемедегі команда, Ясоны бар, ішінде Гераклы бар, қанша адам, мысалы, сол жолдан басынан талай оқиғалар өтеді, олардың бір жерде жеңеді, бір жерде жеңіледі. Ақырында сол алтын қойдың терісін олар алып келеді. Саяхатшылардың және жорықшылардың, саяхатшылардың оқиғасының бәрін ғылымдағы бір нәрсе іздеу. Мақұл, тіпті бұл физикалық саяхат демекші, кәдімгі сапарға шығу, бірақ қандай да бір ізденіс, қандай да бір нәрсенің бір шешу жолын, проблемасын іздеу, проблеманы шешу жолын іздеуді осы шытырман деген архетипке сыйғыза аламыз. Ары-бері дейміз. Бұл да осы шытырманның бір сәл лайт версиясы, кейіпкердің жолы. Ары кеткен және қайтқан, үйінен кетті, бір жаққа барды, келді. Осы жолда ол мүмкін жаңалық ашуы мүмкін. Мысалы, біз Шоқан Уәлихановтың Қашқар саяхатын айтқан кезде, Қашқар саяхатын баяндаған кезде, басқа да бір саяхатшылардың саяхатын баяндағанда, біз осы сюжетке жүгінеміз, осы архетип бойынша баяндаймыз, осы архетиптің бір формуласын қолданамыз. Комедия, бұл кейіпкердің басынан өткен күлкілі комедиялық жағдайлар. Естеріңізде болса, Архимед сыйымдылық заңын қалай тапты деген бір кішкене өзімізге күлкілі болып көрінетін, комедиялық бір ситуация сияқты көрінетін әңгімені, мысалы, біз осы архетиптен, осы сюжетке жатқызып, мысалы, классификация жасай аламыз, және осыған ұқсас қаншама пән бойынша сабақта мұғалім мен оқушылардың арасында, ұстаздар мен оқушылардың арасында осыған ұқсас қаншама әңгімелер айтылады. Оның бәрі осы ежелден келе жатқан комедия архетип, комедия сюжетіне құрылған әңгімелер. Енді трагедия, бұл комедияға керісінше, бұл енді кейіпкердің өліммен аяқталатын оқиғалар. Мен бұған, мысалы, Галилео Галилейдің әңгімесін мұғалімдер бәрі қай кезде болса да Галилео Галилейдің әңгімесін бәрібір айтамыз. Коперниктің әңгімесін айтамыз. Галилейді айтамыз, және осы жаңағы оны инквизиция соттап, ақыр аяғында оны жазалайды, казнь, өлім жазасына кеседі. Сонда өлім жазасына кетіп бара жатты, и все-таки она вертится, крутится деген нәрсе. Мысалы, бәріміздің есімізде мектеп кезінен қалған осы сюжет
бір классикалық мысал ретінде осы трагедия сюжеттің, трагедия архетипінің мысал ретінде ұсынар едім. Және қайта туу, қайта жаңғыру. Біз бұны бағанағы жоқтан бар деген архетиппен салыстыра отырып қарастыруға болады, иә. Жоқтан бар бір жоқ жерден нәрсе, проблеманың шешімін табу, жоқ жерден мысалы от, бағанағы жоқтан барда мысалы адамзаттың, ежелгі адамдардың отты ойлап табуы. От ойлап табу емес, отты шығару, иә. От шығару үшін олар не істеді деген нәрсе, мысалы бағанағы жоқтан бар сюжетіне мысал ретінде. Мысал, ал енді қазіргі айтып отырғанымыз қайта туу, қайта жаңғыру, ол бір қирап қалған, күйреп қалған негіздің үстінде қайтадан бір нәрсе жасау, қайтадан дүние жасау, қайтадан адамның рухын көтеру, бәлкім ұлттың рухын көтеру, ұлттың сауатын ашу жөніндегі осы дүниелер, бұған әсіресе осы ұлт азаттық көтерілістер, ағартушылық, иә. Мысалы, қалай тіпті кезіндегі баспа станоктарының қандай да бір мата тоқитын станоктардың мысалы жасалуы, солардың ойлап табылуын мысалы осындай архетип, сюжет архетипіне жатқызуға болады. Бұл жақта қысқа ештеңе жоқ екен. Осыған жатқызуға болады. Және соңғы 7-ші сюжет архетип ол құбыжықты жеңу. Құбыжықты жеңу бұл ежелгі аңыздар, мифтер, әфсаналар бәрінде міндет, ертегілер, олардың бәрінде жалғыз көзді дию болсын, иә, циклоп болсын, елге, жерге қатер төндіріп тұрған жұт болсын, соның бәрін кейіпкер, батыр, соның бәріне қарсы күреседі. Бұл кейіпкер жаңағы бір адам бола ма, немесе тұтас бір ел бола ма, ауыл бола ма, қала бола ма. Соның нәтижесінде бір басқа әлем өзгереді, ол әрекет етеді. Бұған әсіресе мына жаратылыстану ғылымдарындағы жаңалықтар, әсіресе биология мен медицинадағы жаңалықтар. Адамзат баласының қатерлі індеттерді жеңуі кезіндегі өмір, адам болғалы күресіп келе жатқан қатерлі індеттер, иә, обасы бар, шешегі бар, сүзегі бар, басқа қандай да бір қатерлі індеттердің бәрімен адамзат баласы әлі күресіп келеді. Және осы жолда ең басты күрес биология және медицина салаларында жүріп жатыр. Осы дүние, бұл құбыжықты жеңу, адам әйтеуір жеңіп келе жатыр, басып келе жатыр. Осының бәрі ежелгі мифтерден, ертегілерден бастау алып, қазірге дейін бұл осы архетип адам әрекетінің бір классикалық сюжетіне айналған. Және біз осы салалардағы жаңалықтарды айтқан кезде біз міндетті түрде осы сюжетке жүгінеміз. Ол сюжетке тіпті, мына осы құбыжықты жеңу туралы сюжет қой деп ойламастан, бірақ біз осы сюжетті қолданамыз. Жалпы осының бәрін біз оқушыларға, аудиторияға қандай да бір әңгімелерді, қандай да бір кез келген әртіп сабақ түсіндіргенде біз бейсанатты түрде күнделікті жұмысымыздың, күнделікті тірлігіміздің бір бөлігі ретінде біз осы сюжеттерді қолданып әңгіме айтамыз. Баламызға бір нәрсе айтып бергенде, тіпті жолда болған бір оқиғаны айтып бергенде, оның кез келген әңгімені біз осы сюжеттердің, осы архетиптердің біреуін қолданамыз. Және біз оны көбінесе өзіміз байқай бермейміз. Осы жоқтан бар, шытырман, ары-бері, комедия, трагедия, қайта туу немесе жаңғыру, және құбыжықты жеңу. Бұл презентациям осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қазір мен басқа презентацияны көрсетсем дейміз. Қалайшам. Енді
Жақсы сторителлингтің компоненттері деген нәрсе бар. Сторителлинг жақсы болу үшін, сторителлинг қандай да бір сіздің баяндаушы ретінде, сіздің әңгіме айтушы ретіндегі көздеген мақсатыңызға жетуіңіз үшін сторителлингтің қандай компоненттері болу керек. Бір минут, мен шам жағып келейін. Сторителлингтің қандай компоненттері болу керек дегенде, ең алдымен сторителлингте өздеріңіз қандай әңгіме айтсақ та, ол әңгіменің міндетті түрде орны мен уақыты болады. Ол қай жерде болды ол оқиға және ол қашан болды. Қай салада болсын, қай пәнде болсын, біз міндетті түрде оның орны мен уақытын айтамыз. Бұл оқиға қай жерде болған. Екіншісі кейіпкер. Кейіпкер міндетті түрде ол адам ба, зат па, жер ма, ғимарат па, тіпті коронавирустың өзі де кейіпкер болуы мүмкін сторителлингте. Конфликт, драма. Конфликт болмаса, проблема болмаса, кейіпкер басқа бір кейіпкермен конфликтіге түсіп, сол екеуінің арасында қақтығыс болмаса, кейде сторителлингтің сәні келмей жатады. Әрекет, реакциялар, кейіпкердің шешімдері, бұлар сосы конфликттің нәтижесінде туындайтын кейіпкердің әрекетінің формалары, кейіпкердің әрекетінің салдары, нәтижесі болуы мүмкін. Тосын эффект дейміз, эффект неожиданности. Бағанағы о баста айтқан сторителлингтің формуласы естеріңізде болса, 4-ші пунктте содан деген жерде мысалы осы тосын эффекті болады. Аяқ астына мысалы ертөстік басқа ертегінің кейіпкері мысалы жолда келе жатқанда оған көлтауысар жолығады, тағы да бір қайсы жалғыз көзді дәу жолығуы мүмкін, желаяқ жолығуы мүмкін, көлтауысар, таусоғар, сондай сияқты кейіпкерлер қосылуы мүмкін, немесе басқа бір жағдайлар болады, осы тосын эффекті. Және кейіпкерге міндетті түрде бір екінің бірін таңдауы керек жағдайға түседі. Бұл конфликтінің нәтижесінде болуы мүмкін, немесе конфликті біткеннен кейін болуы мүмкін. Бір оқиғаның шешіміне бара жатқан жолда кейіпкер екінің бірін таңдауы керек болды. Саяхатқа басқа бір материкті табамын, немесе бір басқа бір елді табамын деп кеткен саяхатшының адасып кеткеніндегі айтқанымыздай, ол не адасқаны мойындап, іздеп шыққан материгін таба алмай ол кері үйіне қайтады, немесе осы материкті зерттеп, осы жерді игеруге сол жерде қала береді. Интрига болады, міндетті түрде демей-ақ қояйық, бұл көбінесе көркем әдебиетте және бұл көбінесе медиадағы материалдарда көп болатын дүние. Бірақ интрига өте қызық, өйткені ол аудиторияның назарын бірден аударып алады. Өйткені, мысалы, сіз кейіпкер екінің бірін таңдауы керек ситуацияға түскен кезде, ол қайсын таңдағанын бірден айтпай, интрига жасап, қайсын таңдады деп ойлайсыздар, немесе әрқайсысын таңдаса осындай салдары болуы мүмкін, осындай нәтижесі болуы мүмкін, оқиғаның шешімі осындай болуы мүмкін деген интрига осы бір оқиғаны баяндауда сторителлингте кәдімгідей оған дәм береді. Және кейіпкер өзгереді, преображение. Кейіпкер өзгереді, ол түрленеді, ол мүлдем кейде басқа адамға айналуы мүмкін. Басқадан болған физикалық тұрғыдан емес, оның мысалы жан өзгереді, ойлары өзгереді, санасы өзгереді, ол басқа бір нәрселерді үйренеді. Сонда ол және осы оның әрекеттерінің, реакцияларының бір шешімдерінің нәтижесі және оның жаңағы екінің бірін таңдағанының қайсысын таңдағанына байланысты ол өзгереді. Бір шешімді таңдаса, кейіпкер жақсы жағына қарай өзгеруі мүмкін. Бір шешім таңдаса, кейіпкер жаман жағына қарай өзгеруі мүмкін. Бірақ тіпті кейіпкердің кері кетуі де оның өзгеруі дейміз, оның өзгерісі. Және кейіпкердің сол өзгергеннен кейін кейіпкердің жаңа күйі. Ол жақсы адам болып кетті ма, жаман адам болып кетті ма, бұл нәрсе осы болған оқиғалардың нәтижесінде мысалы
кез келген дүние, компьютерлардың өзгеруі, мысалы осы уақытқа дейінгі компьютерлардың дамуы, кезіндегі тұтас бір бөлмені алып тұрған ЭВМ-дардан қазіргі мына қолымыздағы кішкентай лаптоптарға дейінгі олардың сөзді ұмытып қалдым. Осылардың өзгеруі, түрленуі, құбылуы, мысалы үлкен былай қарағанда тарихи әңгіме, басында олар осындай болған, үлкен процестер жүретін, олар өте қиын жүретін, мысалы бір есепті шығару үшін ол компьютер мысалы бір апта жұмыс істеп тұратын деген сияқты нәрселер. Ал қазіргі қолымыздағы лаптопта біз бір секундтың 100-ден 1 бөлігіне де жетпейтін уақытта ол бізге қандай да бір үлкен есептерді шығарып бере алады. Үлкен проблемаларды осы компьютер көмегімен шеше аламыз, үлкен даталар аламыз, үлкен жұмыстарымызды атқарамыз деген сияқты. Және осы аралықтағы болған процестердің бәрі, бұлардың осы аралықта болған процестердің бәрін баяндағанда, мына осы айтылған компоненттердің бәрі шығады. Кейіпкер де шығады. Осы компьютерлар түрлендіруге, осылар жасау жолында жұмыс істеген, қызмет істеген, қандай да бір жұмыстарды атқарған, осыны ойлап шығарған, осының керек екенін түсініп, осыны жасау жолында әрекет еткен кейіпкерлер шығады. Конфликтлер де шығады, бір жерде бір детальді таба алмай қалды, немесе осы нәрсені жасауға қарсы адамдар болды. Жасап әкелген компьютерін ойлап шығарған дүниесін өндіріске қолдануға қарсы болғандар болды. Оны сындырып кеткендер, бұзып кеткендер болды. Осындай конфликтілер. Солдан кейін тағы да кейіпкер ендеше мен басқаша әрекет етемін, бұның бір басқа бір түрін ойлап шығарамын, оның басқа тәсілмен жұмыс істейтін түрін ойлап шығарамын дейді. Тағы да бір тосын эффект шығады, ол сөйтсе ол бір детальдің басқа бір сипаты бар екенін ол білмеген екен. Одан соның нәтижесінде оның жұмысы жеңілдеп кетті, жылдамырақ жүре бастады. Одан кейін қайтсем екен деп ойландым, мынаны таңдаймын, алдыңғы үлкен күйінде қалдырып, оны қуатын арттырам ба, немесе кішірек етіп, сәл попроще болса да, бірақ кішірек болғанына қарай жұмыс істеймін ба деп. Содан ол өзі де өзгереді, түрленеді, сөйтіп осындай жаңа күйі пайда болды. Мысалы осы компьютерді кейіпкер қылып, оның даму тарихын айтып берсек, сосын преображение, новое состояние героя дегеніміз, компьютеріміздің қазіргі жағдайы, қазіргі мысалы қолымыздағы алақандай смартфонымыз, немесе қолымыздағы ноутбук, лаптоптарымыз, планшеттеріміз. Және қисынды түрде оқиғаны аяқтаймыз. Сөйтіп, ертегілердегі сияқты, жили они долго и счастливо дейміз. Енді тағы да композициялық, құрылымдық компоненттерінен бөлек ұстап көруге келмейтін, былай бөлшектеп айтуға келмейтін де компоненттері болады. Сторителлингтің оларды біз мынандай, міне мынау деп бүйтіп жіктеп көрсете алмаймыз, бірақ оларсыз тағы да болмайды. Ол міндетті түрде сторителлинг шынайы болу керек. Енді біз пән бойынша, сол бір сала бойынша қандай да бір оқиғаларды баяндағанда, тарихи оқиғаларды баяндағанда, бір ғылыми жаңалықтардың тарихын баяндағанда, алгебрадан, геометриядан бір сандардың, формулалардың тарихын айтқанда, ол қайдан шыққанын айтқанда, біз әрине шынайымыз, өйткені біз оны ойдан шығарған жоқпыз, және бізге оған оқушылар сенеді, күмән келтірушілер де болуы мүмкін, аса бір сыни ойлау қабілеті жетілген балалар. Бірақ ойдан шығарылған оқиға шынайы қылып айтуға тырысамыз, өйткені адам сенбесе, ол бұл айтып отырған оқиғамызға егер адам сенбесе, оның біз эмпатиясына сене алмаймыз, үміт арта алмаймыз. Оқиғаның интригасын аяғына дейін ұстауға тырысамыз, орта жолдан, енді түбінде бәрі жақсы болады ғой деп айтпауға тырысамыз, өйткені түбінде бәрі жақсы болатынын білетін адам ары қарай не болар екен деп күтпейді, және ол оған
көңіл суып қалады, қарағысы келмей қалады, естігісі, тыңдағысы келмей қалады ары қарай. Сондықтан интриганы да және кейіпкердің бастан өтетін кедергілер, сынақтардың бәрін аяғына дейін ұстануға тырысамыз. Сторителлингте композициялық жағынан бәрін ретімен көрсетуге тырысамыз. Ретімен оның бәрі бірден бірге секіріп кетпейміз. Менің қазіргі сіздерге айтып отырған әңгімем сияқты. Бірден бірге секірмейміз, аттамаймыз, қайтып келіп бір қандай да бір оқиғаларды ана жерде анандай болып еді ғой айтпақшы деп айтпаймыз. Негізінен осы бір бастан аяқ бір тұтас дүние алып айтуға тырысамыз. Және эмоция мен детальдар, бұлар қандай сторителлинг болса, біз ненің әңгімесін айтсақ, қай оқиғаны баяндап берсек те, бұл аса маңызды факторлар. Кейіпкер аудиторияның эмпатиясын туғызу керек. Аудиторияның кейіпкерге жаны ашығаны керек. Сонда ол ары қарай не болады екен деп аяғына дейін тыңдайды, аяғына дейін көреді. Бұл әсіресе визуалды өзіміз білетін фильмдер, спектакльдер, көркем әдебиетте әсіресе бұл нәрсе өте жақсы қолданылады, онсыз сторителлинг болмайды. Және барынша оқырманды, көрерменді немесе аудиториядағы кез келген адамды өзін сол кейіпкердің орнына қойып көруге жетелейді. Сол ананың орнында мен болсам қайтер едім, мен не істер едім, егер осы проблема менің басыма түссе не істер едім деген сияқты нәрсені ойлауға жетелейді. Динамикасы болады. Оқиғаның динамикасы болмаса, ол жай ғана бір нәрсені суреттеуге айналып кетеді. Ал оқиғаны баяндағанда әсіресе оқырманның, аудиторияның, тыңдарманның, тыңдап отырған адамдардың, оқушылардың назарын бір сәтке де назардан айырылып қалмау үшін осы оқиғаны баяндағанда міндетті түрде динамика керек, динамикасыз болмайды. Және визуал контент туралы қазір айтамыз. Барынша енді ол оқиғаны ауызша баяндағанда әрине біз визуал контент туралы айта алмаймыз, бірақ тіпті сіздердің тақтаға жазған кішкентай тірек сөздеріңіздің өзі визуал контент. Қазір әрине сіздер мультимедиалық технологияларды өте көп қолданасыздар, слайдтар көрсетесіздер, міндетті түрде сіздер фото, видео тауып көрсетуге тырысасыздар. Қазақ әдебиетіне мысалы бізге мұғалімдеріміз ән, жыр тыңдататын, өзім кейін мектепте жүргенде ән, жыр тыңдатуға тырысатынмын. Қандай да бір басқа менің сөзіммен, мұғалімнің сөзімен оқулықтағы материалдан да басқа визуал контентті сіздер көп қолданасыздар. Өйткені ол қазір мүмкіндік бар бәріне, және ол барынша ұғынықты, барынша молынан материал берудің тәсілі. Сондықтан визуал контент жөнінде артық айтуда мүмкін емес, және кем айтуда мүмкін емес. Енді адаптируемый под любой экран деген бұл біз көбінесе медиада қолданатын дүниелер. Өйткені компьютердан да көрсетсең көрінетін, және смартфоннан да оңай көрінетін, жан жағы кесіліп қалып, бір жағы шықпай қалып, сондай болмайтын қылып жасауға тырысамыз. Бірақ сіздерде де ол егер мультимедиа тұрғысынан, егер сіз сыныпта көрсететін визуал контент емес, оны кейін мысалы оқушыларға сілтеме түрінде беріп, өздерін қарап алыңдар деп беретін қосымша материал болса, онда бұл жағында ескересіз. Өйткені бір бала компьютерден қарайды, бір оқушы смартфоннан қарайды, бір оқушы планшеттен қарайды деген сияқты. Сондықтан ол міндетті түрде бір ескеретін нәрсе. Және ол түрлі эмоция тудыратын сторителлинг. Оқиғаны баяндаған кезде біреу ах дейді, біреу қойшы дейді деген сияқты, бірақ түрлі эмоция туғызатын әңгімені айтсаңыз,
Ол міндетті түрде ол естіген адамның бәрі күледі, немесе сол әңгімені естіген адам бәрі жылайды, немесе оқыған адамның бәрі ашуланады, заланады деген сөз емес. Әр адамда әртүрлі эмоция болуы мүмкін, және ол да бір сторителлингтің бір басты шарты. Енді осының бәрін барынша визуал формаға қалай келтіруге болады? Осы сторителлингтің формуласын алдық, сюжеттерін алдық, қай жерде қандай жағдайда қолдануға болатын, қай пәннен қандай архетиптер, қандай сюжеттерді қолдануға болатынын білдік. Енді біз оның бәрін қай жерде қолданамыз? Біз оның бәрін қандай форматтарда қолданамыз десеңіз, бұл форматтар бәрі оңай, қазіргі қолданыстағы кез келген салада қолданылатын өзінің бір онлайн форматтар бар. Бұларды тек медиа деуге ғана келмейді, медиа болсын, педагогикада болсын, қандай сабақ өткізгенде, тіпті үлкен бизнестер отчетін көрсеткенде, презентациясын жасағанда қолданатын форматтардың бәрі бір, олардың бір анау саған жарайды, мынау саған жарамайды деген әңгімесі жоқ. Сондықтан ең бастысы әрине біздің өзіміз айтатын сөзіміз, ал одан кейін фото, видео, аудио, кейде біз графиктерді қолданамыз, графиктерді қолданатынбыз географияда, енді ол алгебрадағы формулаларымыз, ол басқа әңгіме, геометриядағы суреттер, фигураларымыз, олардың бұрыштары, шеңбері, квадраты, олар басқа әңгіме, формулалар басқа әңгіме. Бірақ графиктерді қолданатын кездер болады. Карталар міндетті түрде, тарихта да карта, географияда да карта, биологияда да кейде карталар болады, кейде химияда, физикада да карта көрсететін кездер болады. Таймлайн туралы қазір қосымша айтамын тағы да толығырақ. Мына сұрақ жауап, карточкалар, сауалнама алу кезінде сіздер қазір қолданасыздар ма білмеймін. Бізге мысалы біз мектепте оқығанда перфокарталар өте көп, мұғалімдеріміз перфокарта беретін. Қазіргі тесттердің сол кездегі бастапқы түрі ғой, тесттер, мысалы перфокарталар өте көп болатын. Тесттар, ойындар, қандай да бір тест болғанда ол мына мектептегі түсініктегі білімін тексеретін тест емес, ал бір мысалы кейде бір күлкілі тесттер болуы мүмкін балаларға, ойын ретіндегі, немесе осы сабақтан алған нәрсені үйренгеніңді немесе түсінгеніңді тексеруге болады дейтін бір қосымша тесттер. Қазір әсіресе мүмкіндік болса өте көп тауып алсаңыздар болады интернетте, сайттарда. Әдебиеттен есіңде не қалды, физикадан есіңде не қалды, мектептегі алған біліміңнен, географиядан что ты помнишь по географии, что ты помнишь по физике деген дүниелер өте көп. Оларды сондай қылып немесе солардың өзінде пайдалануға болады. Бұл арада интерактив қалыптастыруға мүмкіндік береді. Енді осы форматтардың әрқайсының формасын айтсақ, мысалы фотоның өзі қандай да бір ғалым туралы немесе бір тарихи оқиға туралы айтқанда міндетті түрде соған байланысты бір сурет көрсетеміз. Оның жазушының өзінің фотосын көрсетеміз, ғалымның өзінің фотосын көрсетеміз, немесе сол кездегі бір тарихи хроникаларды көрсетеміз, фотоларды. Аудиодан біреудің айтқан әңгімесі, біреудің интервьюі, немесе сол жерден бір тарихи оқиғаға берілген комментарий болсын. Оны біз тек қана өзін аудио күйінде ұсынуымыз мүмкін, немесе ол аудио мен суреттерді қабаттастыра жасап, слайдкаст жасауымызға болады. Видео формат, ол кәдімгі фильм бол, роликтің өзі, бір кішкентай фрагменттер, көбінесе мектепте сабақ бергенде қолданылатын осы форманың бірі, ол осы деректі фильмдерден фрагменттер көп көрсетеміз. Роликтер, шағын роликтер, фильмнің өзін тұтас көрсететін тәсілдер болады, мысалы керек жерінде слайдкаст жасап, және графикада инфографика, біз өзіміз білетін мысалы дөңгелек пирогтарынандай бөлінген географияда көп қолданылады. Солар диаграммаларды өте көп қолданамыз. Фотожаба
комедияға немесе кішкене күлкілі сюжеті бар дүниеге немесе кейіпкерлердің сөзін көрсету үшін, кейіпкерлердің ойын көрсету үшін қолданылатын дүние. Карта туралы қазір тағы да толығырақ айтамыз. Сіздерге бір жақсы инструменттер ұсынамын, 3 инструмент ұсынамын. 4 десек те болады. Осы 4 инструменттің бірі өте жақсы карта болады. Кез келген пәнде, кез келген де алмайтын шығармыз оны. Бірақ гуманитарлық пәндерде интерактив картамен өте көп дүниелер жасауға болады. Таймлайн жөнінде қазір сіздерге толығырақ айтамын. Өйткені таймлайнмен шын мәнінде кез келген пәннен қандай ақпаратты, қандай түсіндіргіңіз келетін нәрсені таймлайн форматында өте жақсы жеткізуге болады. Осындай форматтар бар. Бұл форматтар медиада ғана немесе педагогикада ғана қолданылады деп айтуға келмейді. Бұлар жалпы өмірдің қай саласында болса да ақпаратты визуалдап жеткізудің форматтары. Бұлар кез келген салада қолданылады. Бұларды кез келген адам, кез келген мақсатта қолдана алады. Ал сіздер әрине өздеріңізге, қажет мақсатта өздеріңізге форматтарды қолданғанда ең басты ол форматтардың шарты бар, ол релевантность деп атаймыз, оның сіздің мақсатыңызға сәйкестігі. Сіз ол қандай мақсатта қолданасыз? Ақпаратты жеткізу ма? Жаңа тақырыпты түсіндіру ма? Немесе ол тақырыпты бекіту ма? Тағы қандай кезеңдері бар сабақтың? Үй тапсырмасын тексеру, қайталау, сұрауту ма? Немесе сол сабақты, тақырыпты оқушылар қалай түсінгенін, ойында қалай бекіткенін тексеру үшін қолданасыз ба? Осы мақсаттарыңызға қарай, осы форматтарды өзіңіз релеванттығына қарай кез келгенін алып, қолдануыңызға ешқандай кедергі жоқ. Тек қана сол мақсатыңызға сәйкес келіп тұрса, және уақытыңызға қандай да бір тағы басқа факторларға сәйкес келіп тұрса болды. Енді сіздерге бір жаңа көрсетем деген инструменттерімді, ол мына Nightlab деген лабораторияның өнімдері бар. Бұларды тегін қолдануға болады. Бұлар мүлде тегін. Ең бастысы бұларда сіздің Gmail почтаңыз болуы керек, және бұлар бәрі интернетте тұрады, интерактивный, кез келген сайтқа апарып қоюға болады, кез келген жерге сілтемесін жіберуге болады, кез келген адамға ол осы ашып көре береді. Бұл сіздің айтқыңыз келген, баяндағыңыз келген, айтып бергіңіз келген нәрсені мультимедиалық форматта, диджитал форматта верстка жасаудың тәсілдері. Осы Nightlab лабораториясы жасаған 3-4 сервис бар. Бұлар медиада өте көп қолданылады, бірақ медиадан басқа да осы білім беру саласында бұлардың үлкен пайдасы болады. Тегін дүниелер, бұларды осы оқытуда, сабақ беруде, балаларға жаңа нәрселер түсіндіруде, қандай да бір тақырыпты ашуда бұлардың үлкен пайдасы болуы мүмкін. Дұрыс қолдана білсе, бұлармен үлкен көп дүниелер жасауға болады. Өзіңіздің интерактивіңізде, балалармен қарым-қатынас жасауда осыларды қолдансаңыз болады. Және бұларды балаларға ғылыми жобаларына, қандай да бір жасалатын бір жұмыстарына, бір зерттеу, кішкентай шағын зерттеулеріне верстка жасауда, жай ғана бүйтіп текст қылып жазбай, қандай да бір форматқа салғысы келсе, осы инструменттерді ұсынуларыңызға болады. Night лабораториясының бірнеше сервисі бар жасаған. Storytelling инструменттері дейді. Бұлар өздері. Storytelling инструмент. Аударылып кетіпті ғой. Негізі мына жерде storytelling инструменттері бұл қандай да бір оқиғаны баяндап беруге мүмкіндік беретін онлайн құралдар. Солардың ішінде мен қазір сіздерге мынау таймлайнды, juxtapose'ты және story map'ты шет жағасын көрсетем. Бұларды қолдану
мүлдем қиын емес, тек қана қолыңызда дайын тұрған толтыратын контентіңіз болса болды. Ары қарай мына жерде жазылған нәрселерді, айтылған нәрселерді қадам-қадаммен жасай берсеңіздер болады. Егер араларыңызда осы инструменттерді қолданып жүрген қатысушылар болса, мен деп қол көтеріп қойсаңыздар болады. Кейін мүмкін тіпті осы инструменттерді қолданып бір істеген жобаларыңыздың сілтемелерін жіберіңіздер. Өйткені әріптестеріңізге үлгі болатындай дүние, бұларды қолдану арқылы кәдімгідей біраз нәрселер істеуге болады, біраз нәрселерді көрсетуге болады, біраз нәрселерді айтып беруге болады. Енді осының ішінде ең оңайы juxtapose дейміз, жай ғана кадрларды салыстыру. Бұл жердегі ең қызығы бұл мынандай, бір нәрсенің қандай болғанын және қазір қандай екенін көрсету. Бұл әсіресе өлкетану сабақтарында, география сабақтарында бір жерді салыстырып көрсету, немесе екі адамды салыстырып көрсету, немесе тіпті мына жерге ақпаратты жазып, бір ақпаратты екінші ақпаратпен салыстырып көрсету. Бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ, тек қана мына жаққа нелеріңізді, суреттердің сілтемесін әкеп қоясыз, сол жақтағы сурет және оң жақтағы сурет, одан кейін оның қандай да бір деректерін жазасыз да, публиковать десеңіз, ол мына жерде сілтемесі шығады, сілтемесін кез келген адамға жіберіп көрсете бересіз. Немесе өзіңіздің интерактив тақтаңызда көрсетіп, бұны интерактив тақтада болғаннан кейін мұны бигунок дейміз, бигунокты оп-оңай жылжытуға, оп-оңай қозғалтуға болады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Бұл мына жерде мысалдары бар. Кез келген мысалды көрсеңіз, бұл жерде қай жерге қолдануға болады, қалай қолдануға болады, не істеуге болады. Осыған кішкентай мысалдар бар. Подписка сұрап тұр ғой. Қай жерге қолдануға болатынын мысалы көрсеңіздер болады, қандай подсказкалар болады өздеріңізге, не істеуге болады, балаларға осының көмегімен оқушыларға не көрсетуге болады, не нәрселерді салыстыруға болады деген сияқты. Бұның бәрі жай ғана қазіргі кездегі ақпаратты тұтас лента күйінде қабылдап ала беретін біздің қазіргі кезеңде бұлар кідіруге, адамды сол ақпаратқа сәл-сәл кідіртіп, сәл-сәл назарын аудартып, мынаны қарашы деп көрсетуге, және сол арқылы эмоциясына әсер етіп, уқты деген сияқты, мысалы, вау эффект дейміз ғой, кез келген жерде, кез келген салада, кез келген кәсіпте вау эффект деген нәрсе өте жақсы бағаланады, өте жақсы қабылданады, және соның көмегімен көп дүниелер істеуге болады. Вау эффектке жету үшін қандай да бір инструменттерді қолдануға, соның бірі осы juxtapose, осыны ұсынамын сіздерге, мүмкіндігінше меңгеріп алсаңыздар, диджитал ұстаз ретіндегі, қалай десем екен, таза диджитал ұстаз ретіндегі өзіңіздің портфолиоңызға осы форматта жасалған материалдарыңызды қоса аласыз, және ол мақтана көрсететін дүние болады. Екіншісі, бұл енді кішкене күрделірек нәрсе. Бұл әсіресе тарих мұғалімдеріне әсіресе пайдалы болатын сервис. Бұл таймлайн. Таймлайн туралы бір нәрсе айтудың өзі артық. Таймлайнды жай ғана көрсете салу керек. Істемей қалды. Таймлайнды жай ғана көрсету керек. Міне, таймлайнда
Бұл көрсеткісі келмей тұр ғой. Таймлайнда міне мынаумен де қарасаңыз, мысалы бағанағы айтылған әңгіме естеріңізде болса, компьютердің даму тарихы, мысалы осы саладағы әйелдер жөнінде мынандай нәрсені балаларға, оқушыларға әсіресе бұл өте жақсы әсер етеді. Оқушылар өте қатты қызығып көреді бұндай нәрсені, видео көрген сияқты болады. Қандай да бір тарихи оқиғалардың, қандай да бір енді жаңа мен тарих мұғалімдерінен деп отырмын, бірақ мысалы мына дүние бұл тек тарих пәні ғана емес, кез келген саладағы, кез келген ғылыми жаңалықтардың тарихын, компьютер қалай дамыды, рентген сәулелері қалай ашылды, қалай жетілдірілді, қазіргі жағдай қандай, технологиялар, кез келген технологияның, кез келген бір ғылыми жаңалықтың, кез келген дүниенің қай жылы қалай өзгергені, не болғаны, оның негізгі памятный даты дейміз ғой, негізгі бір тірек даталары қай кезде болған, ол тірек даталар кезінде не болған, о жақтағы басты кейіпкер кім, басты тұлғалар кім, қалай өзгерді, не өзгерді дегенді көрсету үшін бұл таптырмайтын инструмент. Мүмкіндігінше мұны меңгеріп алсаңыздар, ол өздеріңізге жарты сағат ішінде осы таймлайнда біраз дүние жасауға болады, балаларға көрсететін, және осымен мысалы тұтас бір сабақты толтыруға болады осы нәрсемен. Бұл таза мультимедиа, бұл таза қазіргі кез келген экранда көрінеді, бағана айтып едім ғой, адаптируемость под все экраны деп. Бұл осы Nightlab-тың өнімдері кез келген экранда көрсетуге болады, смартфондарында да осы таймлайн жасап балаларға сілтемесін тастай салсаңыздар, мысалы бұл таза бала мен оқушылармен арадағы сіздің таза диджитал коммуникация болады. Бұның кішкене жасалу жолын мына жерден бірінші, екінші деп жазылып тұр бәрі. Бір көріп, екі көріп, сол жерден қайталап жасап үйреніп алуға болады. Мысалы, міне. Не аударып жібергенін білмеймін, кішкене қате аударып жіберген екен, бірақ мысалы мынау сайлау, Америкада қалай болды? Мысалы өз мектептеріңіздегі қандай да бір жағдайлар, немесе өз қалаңыздағы қандай да бір нәрселерді осы форматқа салып түсіндіруге болады. Кез келген нәрсенің тарихын, кез келген нәрсенің қалай өзгергенін, қалай дамығанын айта аласыздар. Енді үшінші формат, ол тарих және география мұғалімдеріне әсіресе пайдалы болуы мүмкін. Басқа салалардың да, басқа пәндердің де мұғалімдеріне көрсетуге болатын нәрсе, бір оқиғаны картаға салып баяндап беру. Біз статикалық карта дейміз, қабырғаға іліп қойған карталарымыз, немесе экрандағы қозғалтып көрсетуге болатын, кәдімгі, бірақ қозғалтып көрсетуге болса, ол статикалық карталар. Біз олармен әрине жұмыс істейміз. Географияда жұмыс істейміз, тарих сабағында жұмыс істейміз, басқа да бір пәндерде керегі болуы мүмкін. Бірақ бұл картаның ерекшелігі, бұл интерактив карта, мына нәрселерге назар аударсаңыздар, бұлар арқылы қай жерде не болғанын, оның қандай да бір басқа визуал көріністерін мысалы көрсетуге болады. Мысалы мына нәрсе, мысалы көріп отырсаңыздар, посмотрите на США во время первого сбора данных переписи дейді. Екіншісі, мысалы, президенттері туралы қойдым. Американың президенттері туралы карта. Кім қайдан шықты, мысалы, бұл
оқиғаны, қандай да бір біздің әңгімемізді, қандай да бір біздің оқиғаны, айтып бергіміз келген оқиғаны географиялық тұрғыдан қандай да бір мекендерге байлай отырып баяндауға мүмкіндік береді. Бұны да жасау аса қиын емес, сәл машықты қажет етеді, бірақ осындай мысалдарға қарап отырып және мына жеріндегі подсказкалармен оп-оңай үйреніп алуға болады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Міне осындай форматтар мен тек қана сіздерге барынша сіздерге бір қолданылуы оңай және тегін инструмент, осы бір шақ инструментті көрсетуге тырыстым, өйткені медиада қолданылатын көп инструменттердің көбінің сіздерге қажеті жоқ. Фото, видео, аудионы қолдануды, слайд жасауды, оны қазір бәріңіз меңгергенсіздер, ол жағынан сіздерге диджитализация ол жағынан баяғыда жеткен, бар салаға жеткен, әсіресе педагогтар қауымына олар ерте жетті, өткен біз тіпті қазіргі мына компьютер технологиясы жоқ кездің өзінде ұстаздарымыз бізге диафильмдер көрсететін, мынандай негативтерді проекторларға салып көрсететін, сондықтан оның бәрі ол сіздердің қаруларыңыз, бұрыннан қолданып жүрген құралдарыңыз. Ал осы мына 3 құралды қазір мен чатқа сілтемелерін тастайын, қолданып, осыларды қолдануды үйреніп, осыларды қолданудыға балаларын, оқушыларды үйрете алсаңыздар, осылардың көмегімен шын мәнінде оқыту процесін, сабақты жандандыруға, сабаққа диджитал жан бітіруге мүмкіндік болады. Мен бүгінгі айтпағым осы, сіздерге дайындап әкелгенім. Сұрақтарыңыз болса, түсінбедік, мынау не деген болса, чатқа жазыңыздар. Ал конкурсқа қатысуды ұмытпаңыздар, сайтта тіркеліңіздер. Сайтта тіркеле алмай бір қиындықтар туындап жатса, координаторлар сіздерге телефон номерларын жібереді. Солар бойынша хабарласып, жеңімпаз болуға ұмтылыңыздар. Бәріңізге осы байқауда сәттілік тілеймін. Сізге сәт. Назгүл ханым, үлкен рахмет. Большое спасибо за очень детальный. Бір егжей-тегжейлі барлығын түсіндіргеніңіз үшін көп рахмет. Спасибо, было очень полезно. Өте бір много чего пайдалы болды деп айтамыз, және көптеген нәрсені білдік. Барлық конкурс қатысушылары өздеріне қажетті нәрсені алады деген ойдамыз, және өздерінің осы мультимедиялық құралдарын жасау үшін құрметті қатысушылар, вебинар қатысушылар, естеріңізге салып өтейін. Осы диджитал ұстаз байқауының аясында бірінші кезеңнің тапсырмасы мультимедиялық тапсырма, осы цифрлық ортаны қалай қамтамасыз ету. Қазір Digital Storytelling бұл өте бірнеше вебинардың тақырыбы болады, оға дейін өткізілген болатын, және видео сіздерде бар, біз сіздерге жіберген болатын, біз соның барлығын қарап шықсаңыздар болады. Және біздің бүгінгі жүргізген баяндамашыларға алғыс айтқымыз келеді. Мына жерде атап өткім келетіні, өзіме қажетті пайдалы нәрселерді аламын. Сіздер осы жазбаны аласыздар, сұрақтарыңыз болса, мен қазір қарап шығам, жауап беруге тырысамын. Және вебинар тарапынан, және байқау тапсырмасы бойынша сұрақтар жоқ, бұл адамды қуантатынмын. Біздің бүгінгі вебинарды аяқтасақ болады, және барлықтарыңызға көп рахмет, қатысқандарыңызға көп рахмет. Өздеріңіздің әріптестеріңізбен бөлісіңіздер, және не үйреніп жатқандарыңыз, және қаншалықты пайдалы екенін айтсаңыздар, және спасибо. Мені шығармай 2 минут тұра тұрыңыздар, мен нелерді лақтырып жіберейін. Ссылкаларды, да, чатқа салып. Біреуін тастадым, екіншісін тастадым, және қайда кетіп қалды? Так. 2 минуты. Здесь я хочу еще отметить, 2 минуты. 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 2
мына жақта тағы да айтып өткім келетіні, Назгүл өте бір керемет лайфхак жасады. Сіздер өздеріңізде браузерда жасау қосаңыздар болды. Бұны қолдану міне жұмыстарында ағылшын тілді сайттарда қолдануға болады. Сапалы аударма түсіну үшін, әрине бұнда өзіндік бір нәрселер бар, дұрыс түсіну үшін ақпарат не үшін туралы және оны қайда қолдану қажеттігін соны көруге болады. Рахмет. Удачи, Рахмет. хорошей работы. Табыс тілеймін. Сау болыңыздар.